أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة нақты оқиға орнаған кезде дейді. Алла Тағала қазір санамызды қияметке әкеліп жатыр. Дәл сол күнгі құбылысқа қарай санамызды соған әкеліп тұр қазір. Кезде. Яғни біз қазір сол кезге санамыз жақындайды. Қиямет нақты оқиға орнаған кезде. Мына Хаққа сүресінде де осыған кіріспе ретінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сахабалар, сіз көбінесе мұңды күйде жүресіз дейді. Өйткені мұң бұл Құранның мінезі. Құран уайыммен түскен. Құранның ескертуі, қайта-қайта осы сағатты ескертуі бізге. Бір рақаттанбайсыз ба дегендей ұсыныстар айтылған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: кайфа анғаму, мен қайтып рақаттанайын дейді. Мен қайтып рақаттанайын. Ва сохибул қорни, әлгі өзіне сұрға үрлеу міндеті тапсырылған періште қолды илтахамал қарына, әлгі сұрды аузына жақындатып қойды ғой дейді. Ол періштенің қасындағы уақыт пен біздегі уақыт екі бөлек болғаннан кейін адамзат ұғына алмай жатыр да, бұл сағаттың қандай хақ екендігін. Алайда ол періштенің қасындағы жағдайға қараңыз, ол сұрды аузына алды дейді. Уаянтазиру, ол бірақ нәрсені күтіп тұр дейді қазір. Оның ойында ол періштенің қазір бірақ нәрсе тұр. Мата юъмару ан янфуха, қашан оған үрлеуге бұйрық беріледі екен, сол бұйрықты өткізіп алмас үшін құлағын тосып тұр дейді. Фаянфуху, бұйрық беріледі де үрлейді дейді. Міне осы күйді мен білгеннен кейін дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: мен қайтып рақаттанайын дейді. Өйткені Алламен жолығатын күн ең үлкен ақиқат. Міне осы жайында жаңа Хаққа сүресінде фаиза нуфиху фис-сури нафхату вахида, сол сұрға бірінші мәрте үрленген кезде дейді. Сол үрленген кездегі Алла Тағала мына аятта ва иза вақағатил уақиға, ірі оқиға нақты орнаған күні. Лайса ли вақағатиха казиба, оның орнағандығын өтірікке шығарушы болмайды дейді. Өтірікке шығарушы жан болмайды. Бүгінгі күні қиямет орнағанға дейін жер бетіндегі адамзат сол қияметке сенетін, сенбейтін болып бөлінуде. Сенбейтіндердің ішінде тіпті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға әкелші әлгі уәде еткен нәрсеңді деп те сөйлегендер бар. Алайда ол қиямет жаңағы бір адамдардың айтқанына Алла Тағала ашуланып жібере салатын нәрсе емес ол. Ол аталған салмақты күн. Оған дейін адамзатқа тәуба етіп алуына, жақсылыққа қарай ұмтылып үлгеріп алуына мүмкіндік ретінде беріліп жатқан ғұмыр. Олар Алла Тағаланың сол қияметінің келгенін күтеме дейді. Мысалы Анғам сүресінде яума яти бағду аяти роббика, Раббыңның белгілері, кейбір белгілері келген күні. Яғни мынау ірі оқиға, осы оқиғаның алдында бірінен соң бірі ірі белгілер кетеді қияметтің. Міне солар келіп бастаған кезде, бірінен соң бір осы қиямет келіп тірелген кезде ла янфағу нафсан имануха дейді. Қараңыздар, ол күні жанның иман келтіргені пайда бермейді дейді. Сол жерден аятпен байланыстырыңыз. Оны енді өтірікке шығарушы болмайды. Яғни ол иман келтіреді ол күні. Бірақ Алла Тағала не дейді? Оның иманы пайда бермейді дейді. Ләм такун аманат мин қабл, дүниеде иман келтірмегендіктен. Өйткені иман деген нәрсе ғайыпқа иман келтіру. Ау касабат фи иманиха хайра,
немесе иманына қатысты жақсылықты кәсіп қылмаса бұрын дүниеде, не оның иманы пайда бермейді Алла Тағала. Қиямет сондай үлкен ірі оқиға, құрметті жамағат. Жаңағы біз айтқандай жердің бетінде бір оқиға болса, ол біздің санамызға бір сілкініс әкеп, бір сенсация болып, осындай болыпты ғой деп бір-біріне адамдар айтып жатады. Ал бұл жаңағы сұрға үрленген кезде бұл күллі әлемдерді сілкіндіреді. Бұның қаттылығының соққысының жетпейтін жер қалмайды. Бұл дүние тіршілігінің аяқталған сәті. Сонда әркімнің көзі сол ақиқатқа жеткеннен кейін қиямет орнаған күні бұл қияметке тән қасиеттердің бірі хафидотун рафиға дейді. Қиямет сағатына иман келтірмеген адамдарда күллісінің дәрежесін түсіреді дейді бұл күн. Пәрмені көрдіңіз ғой? Сүмірейтіп жібереді. Дауыс өшеді. Сыбдар естілмейді. Абырой бедел жоқ, түсір жібереді дейді кәдімгідей. Неге? Ол сенбеді оны. Ол мойындамады оны. Мойындамаған нәрсесі үстіне орнады. Ол пәрменімен орнаған кезде жағдай өте қиын болды. Рафиға. Ал енді өзіне иман келтірген, қияметті мойындаған мүминдерді көтереді дейді. Олар бұны қиямет келмей тұрып мойындаған, қиямет келмей тұрып дайындалған осы сағатқа. Сондықтан Алла Тағала сол имандарының негізінде олардың мәртебесін көтереді дейді ол күні. Махшарда да жағдай солай болады өзі. Махшарға жиналған кезде. Оларды көтереді, оларды түсіреді. Иза руджатил араду роджа. Жер қатты бір сілкініспен сілкінген кезде. Жаңағы қиямет сағатының сырға үрленген соққының толқыны келіп, Алла Тағаланың әмірімен күллі жер сілкінеді. Бағана біз айттық қой, бір оқиға, бір санамызға бір сілкініс әкелер, онау күллі жерді сілкіп жібереді. Күллі жерді сілкігенде сондай, мына біздің көзімізге көрініп тұрған алып зәулім тауларға қараңыз. Не болады екен таулармен десек, ва буссатил жибалу басса, таулар күл талқан болып үгітіледі дейді. Қандай дәрежеге дейін үгітіледі? Факанат хабаан мунбасса. Ауаға шашырап ұшқан тозаңға айналады. Тауды қара. Тозаңына өзіміздің бір терезеден күннің сәулесі түскен кезде ғана кішкентай тозаңдарды көреміз ғой. Ойлаңыз, тауды сондай қылады. Қияметтің сілкінісі. Хаж сүресінде Алла Тағала айтқандай, я айюхан нас, ей адамдар, иттақу роббакум, Раббыларыңнан қорқыңдар. Инна зәлзәләтә сағати шайюн азим. Расымен де қиямет сағатының сілкінісі, жер сілкіну жағдайлары, ол сілкіністің алдында ол ауызға алынбайтын нәрсе. Мынау сілкінген кезде яума тараунаха, сендер сол күнді көрген кездеріңде қияметті дейді. Тасхалу күллу мурдиғатин амма ардағат. Әрбір емізіп отқан ана емізіп отқан баласын тастай салады дейді. Қашан көрдіңіз бұл дүниеде ана баласын тастай салғанды? Қашан көрдік ондай нәрсені біз? Құдай Тағала бір есін ауыстырып қойған біреу болмаса. Ана сағат деген нәрсе күллі сезімді кеседі, күллі нәрсені тоқтатады. Баланы тастай салады дейді. Ватадағу күллу зәти хамлин хамлаха. Әрбір құрсағында жүк көтеріп жүрген, жаңа құрсағында нәресте көтеріп жүргендер сол жерде баласын түсіреді дейді. Ватаран нәсі сукара. Күллі адамдарды мас түрде көресің дейді. Есеңгіреген,
өзінікіне сені билеп жатыр бір нәрсе. Міне. Вамахум бисукара. Расында олар мас емес дейді. Валакин азаб Аллахи шадид. Алайда Алланың азабы өте қатты дейді. Осы күнге дейін құрметті жамағат, мынау өмір, мынау еркелету өмірі деп аталады. Мына күнге дейін кімде-кім қияметке сенбесе, мына нәрсеге қараңыз, кімде-кім қияметке сенбесе, Алла Тағала оның өміріне қандай баға береді десеңіз, өзі түн мен күндіз деген нәрсе болғандықтан, қияметке сенбеген адамдардың түнін Алла Тағала ұйқы деп атайды екен да, күндізін ойын деп атайды екен. Баға жоқ. Ауа амина ахлул қура айятияхумул ғазабу баятан ва хум наимун. Қараңыздар, Ағраф сүресінде айтады, жергілікті қаланың тұрғындары аман бекен дейді, менің азабымның кеп қалуынан түндетіп. Олар ұйықтап атқан кезде. Екіншісін қараңыз, ауа амина ахлул қура айятияхумул ғазабу духан. Аман бекен мына қаланың тұрғындары, менің азабымның оларға күндіз кеп қалуынан вахум ялғабун, ойнап жүрген кездерінде дейді. Қияметке сенбесек, күллі істеп жатқан жұмысың ойын екен өзі. Офиста отырып компьютермен жасап отқан нәрсең ба? Қиямет жоқ. Қиямет жоқ болғаннан кейін сен ойын ойнап жүрген адамсың. Сен оны жоққа шығара алмайсың. Өйткені Алла Тағала сенің өміріңді ойын деп атады. Ойын. Сөйтсек, тек қана бала емес екен далада ойын ойнап жүрген. Үлкендер ойнап жүрген, қараңыздар. Сол ойынның талқандалатын күні келе жатыр міне. Сондықтан қияметке сенген кезде ғана Алланың алдындағы құралдарымызды ал деген нәрсесін алып, таста деген нәрселерін тастап бастаған кезде ғана біздің өміріміз ойын деген ұғымнан шыға бастайды. Ұйқымыз да құр ұйқы деген ұғымнан шыға бастайды. Өйткені сіздің түнгі уақытта жаңа ақшам намазыңыз, құптан намазыңыз, одан кейін тағы да жаңа түнгі намаздарыңыз бар. Сіздің түнгі уақытыңызға өзгеріс әкеледі қиямет. Көрдіңіз бе? Сіздің күндізіңізді де басқарады, түніңізді де басқарады қияметке деген иман. Бұл иманның ең маңызды негіздерінен болғаннан кейін не үшін пайғамбарымыз бізге былай деп айтады? Мән кана юъмину биллахи вал яумил ахир. Кімде-кім Аллаға иман келтірсе, және сонымен шектемейді иманыңызды. Кімде-кім Аллаға және қиямет күніне иман келтірсе дейді. Фалюкрим дойфаху. Онда қонағын құрметтесін. Көрді қалай жөндейді бізді? Келтірдің ба? Құрметте қонағыңды. Мән кана юъмину биллахи вал яумил ахир. Кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, фала юъзи жараху. Көршісін ренжітпесін. Сенімен серьезно сөйлесіледі. Неге? Өйткені сен серьезный жағдайға бара тұрыпсыз. Байсалды қиямет. Ол менің атам емес қиямет деген нәрсе. Ол менің туғаным емес ол. Ол Құдайдың әмірі. Ол біреуді түсіреді, біреуді көтереді. Егер мен Алланың әміріне қарай түссем осы дүниеде, онда ол көтереді. Қалай біз Аллаға жауап береміз? Соған байланысты қарсы алынады екенбіз.